Сіз білесіз бе, омарлар биологиялық тұрғыдан мәңгі өмір сүретін тіршілік болып саналады. Себебі олар адамдар сияқты кәріліктен өлмейді. Керісінше, дені сау омар уақыт өте әлсіреп не баяулап кетпейді. Тамақтанып жүрген жағдайда олар өсе береді. Іріленіп, күшейіп, тіпті ағзасы ішкі жағынан жасарып отырады. Сондықтан 100 жастағы омар жас омар секілді күшті әрі көбеюге қабілетті болуы мүмкін. Бұл қалай жұмыс істейді? Көптеген жануарлар қартаяды, өйткені олардың жасушалары біртіндеп өзін қалпына келтіру қабілетін жоғалтады. Ал омарларда ерекше қару бар, теломераза деп аталатын фермент. Бұл фермент олардың денкасын үнемі қалпына келтіріп, жасуша зақымдарын жөндеп, ағзасын жақсы күйде ұстап тұрады. Бірақ ең қызығы, олардың жұмсақ ішкі денесі қатты қабығынан жылдам өседі. Сол себепті өсу үшін олар қабығын жарып, одан толықтай шығып кетуге мәжбүр болады. Бұл процесс түлеп шығу, молтинг деп аталады. Осы кезде омардың денесі жұмсақ әрі қорғансыз болып қалады. Сондықтан бірнеше күн бойы оңай жемтікке айналады. Омар неғұрлым үлкен болған сайын түлеп шығуға соғұрлым көп энергия қажет етеді. Ақырында олардың алып денесі бұл процесті тым ауырлатып жібереді де, сол шаршау мен әлсіреу олардың өліміне әкеледі.